білесіздер ме? Бұл 7-ші А сыныбы. Мектептен түлеп ұшарда алтын ұя мектебімізде өзіндік ізімізді қалдыру үшін өткен оқу жылында бірге жасыл мектепке акциясын бастап, мектеп алаңына жеміс ағаштарын отырғызып, челлендж бастаған болатынбыз. Мектебіміздің оқушылары челленджді ары қарай жалғастырып, акцияға белсенді қатысты. Биылғы оқу жылында осы отырғызған ағаштарымыз өз жемістерін бере бастады. Менің ойымша, әрбір оқушы мектепке алғашқы қадамын аттағанда-ақ өз ағашын отырғызуы керек. 11 жыл бойы оқушы өзінің ата-анасымен бірге ағашын күтіп ұстау жұмыстарын жүргізіп, 11 жылдан соң мектеп түлегі өзі отырғызған ағаш күтімін мектебіне тапсырады. Мүмкіндігінше өз ағашына күтім жасау үшін туған мектеп қабырғасына барып тұрады. Мақтаныш сезімге бөленеді. Өйткені ол мектепте қоршаған ортаның қорғау жұмысының нәтижесіне жету үшін өзінің естеліктерінің бір бөлігін тастап кетеді. Ал біз осы нәтижеге қалай жеттік? Ол үшін өткенге сапар шегейік. Мектеп алаңына тал егу челленджін 6-ші С сыныбына жолдаймыз. Біз бастаған челлендж осылай жалғасын тапты. Бұл 6С сыныбы оқушылары тал егу челленджін 6Б сыныбына жолдаймыз. Номер 2-ші орта мектебінің 6Б сынып оқушылары тал егу челленджін 6Б сыныбына жолдаймыз. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring.
to share my nights. I wanna cry and I wanna love. Жақсылар челленджін 7-ші А сынып оқушыларына жолдаймыз. Another love. Бүгінде 1 жылдық еңбегіміз ақталып, мектебіміздің алаңы жасыл түске енді. 11-ші сыныпта кездескенше.